Армысыздар, құрметті көрермендер. Студияда лицей жаңалықтар топтамасы. Сіздермен 8-ші Б сынып оқушысы Сатықбай Амира. Бүгінгі жаңалықтарда көретіндеріңіз жетістіктер Айдар. Облыстық үздік педагог байқауына қатысқан Жібек жолы мектеп-лицейінің мұғалімі Кобец Нина Николаевна жаңашыл педагог номинациясымен марапатталды. Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған Алтын тұғыр республикалық математикалық олимпиадасының облыстық кезеңінің жүлдегері Ибашева Қаламқас Исеновна 2-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Аудандық 9-11 сынып оқушылар арасындағы өткізілген мектеп лига жарысында волейболдан жүлделі 1-ші орынды иеленгені үшін Жібек жолы мектеп-лицейі марапатталды. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 32 жыл толуына орай ұйымдастырылған тәуелсіздік еліміздің алтын тұғыры атты аудан мектептерінің мұғалімдері арасындағы өткізілген волейбол турнирінің үздік ойыншысы Гүлмайра Самандарова марапатталды. 16 желтоқсан тәуелсіздік күні мерекесіне орай ұйымдастырылған волейболдан мұғалімдер арасында үздік байланыстырушы Үркімбаев Нұрбол марапатталды. Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар саясатының 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру мақсатында ұйымдастырған жастар премиясы іс-шарасында үздік жас волейболшы номинациясын иеленген Жібек жолы мектеп-лицейінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Бөкен Елжан Жінібекұлы марапатталды. Аудандық мектеп мұғалімдер арасындағы өткізілген спартакиада жарысында баскетболдан жүлделі 1-ші орынды иеленгені үшін Жібек жолы мектеп-лицейі марапатталды. Экосайенс экологиялық ғылыми жоба байқауының аудандық кезеңінен 10-шы сынып оқушысы Ануарлы Арсланның жұмысы іріктеліп 1-ші орынға ие болды. Жоба облысқа жолданды. Құтты болсын. Аудандық 7-8 сынып оқушылар арасында өткізілген мектеп лига жарысында баскетболдан араларында жүлделі 3-ші орынды иеленгені үшін Жібек жолы мектеп-лицейі марапатталды. Жеңістеріңізбен құттықтаймын. Мектебімізде өзін-өзі басқару еріктілер клуб мүшелері мектеп-лицейінде адалдық дүкенін ұйымдастырды. Мақсаты мектеп-лицей оқушыларын адалдыққа, мәдениеттілікке, қамқорлыққа, сыйластыққа шақыру. Осындай дүкендерді енгізу жасөспірімдер арасында адалдық пен адамгершілік қалыптастыруға бағыттау болып келеді. Адалдық дүкенінің қаржысына бір оқушыға көмек көрсетілді. 10-шы қаңтарда жаратылыстану, өмір тану, табиғаттың сырын табу. Оқушылардың қызығушылығын арттыру барысында пән айлықтарының орны ерекше. Бұл айлықты өткізудегі негізгі мақсат оқушылар жаратылыстану пәндерін тек сабақта ғана қолдана қоймай, сонымен қатар өмірмен де байланысты екенін түсіндіру. 2-ші қаңтар күні жаратылыстану әдістемелік бірлестік мұғалімдері жылы жүрек жомарт қол акциясы барысында оқушыларға қазақ халқының салт санасына сіңген 7 шелпекті пісіру және оны жұма күніне арнайлап әзірлеу салт дәстүрін атап өтті. Аудандық 5-6 сынып оқушылар арасындағы өткізілген мектеп лига жарысында баскетболдан қыздар арасында жүлделі 1-ші орынды иеленгені үшін Жібек жолы мектеп-лицейі марапатталды. Аудандық 5-6 сынып оқушылар арасындағы өткізілген мектеп лига жарысында баскетболдан ұлдар арасында жүлделі 1-ші орынды иеленгені үшін Жібек жолы мектеп-лицейі марапатталады. Лицей тынысы апта жаңалықтары осылайша аяқталды. Сіздермен болған 8-ші Б сынып оқушысы Сатықбай Амира. Назарларыңызға алғыс білдіремін. Қош сау болыңыздар.